Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі қоғам белсендісі Мұхтар Тайжан мырза соңғы Тоқаевтың қабылдаған заңдарына қатысты былай деген болатын. Өкінішке орай Назарбаевтың елбасы деген статусы заңда әлі тұр. Оған байланысты ешқандай өзгеріс енгізілген жоқ екен. Оның атақ дәрежелері, Назарбаев қоры, кітапханасы сақталған. Оның өзіне, қасындағылары мен отбасына ешкім заң бойынша тиісе алмайды. Күш қуаты сол қалпында тұр. Мемлекет тарапынан оның өмірі, күнкөрісі, көлік қарым-қатынасы, тұрар мекен жайы бәріне мемлекет бюджетінен қаражат бөлініп отырады. Яғни заңды түрде Назарбаев өз статусынан айырылған жоқ. Меніңше көпшілік мұны білмей жатқан сияқты. 2010 жылғы 14 маусымда қабылданған тұңғыш президент елбасы туралы заң жойылуы керек еді. Өйткені бұл заң бойынша бұрынғы президент Назарбаев отбасымен бірге арнайы статусқа ие болып отыр. Яғни заң бойынша іс қозғап, оларға қарсы ешкім тергеу жасай алмайды. Менің ойымша заң алдында оның бүкіл отбасы басқа азаматтармен тең болуы тиіс. Яғни президент Тоқаев Назарбаевтың осындай ресми елбасы деген статусына қарсы шыққан жоқ. Ал референдумда естеріңізде болса, бүкіл халық бұл статусқа қарсы дауыс берген еді. Қалай ойлайсыз, неліктен Тоқаев мұндай қадамға барды, яғни Назарбаевтың статустарын төмендетуді жөн көрмеді? Екеуінің арасында қандай да бір байланыс әлі күнге дейін үзілмеген сияқты. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.